Мына менің не қақтан жүр? Мектепке кешігіп жатырмын. Мынадан бір екеуін алып алайын. Жоқ қойын қазір. Болды, енді дейтіме сабағыма қарай ұшайын. Так, мяч алып алам. Саламатсыз ба, ағай, қалайсыз? Ақ кешігіп жүрсің, басай орынға отырсай, уже оқушылардың бәрі кейін. Киімі қаяқта сенің? Менің киім. Ойбай, ағай, үйге барып киініп келейінші. Бар киініп кел. Еман, киіну есім шығып қалыпты ғой. Мектеп формасын киіп, үй киіммен шығып кеттім. Так. Айтпақшы, мен үйімді 3 этажный қылып алдым. 2 этажын, 64, короче, бір житель келді маған. Жаңағы житель бар емес па? Так, ё-моё, қалай алды? Қойамыз. Потом киіп алайық. Мектеп формасын киіп алдым. Короче, бар емес па, маған бір житель келді. Сосын барып, давай мен саған үйіңе бір этаж екен ғой, давай 2 этаж қосып беремін деді. Сосын барып мен мақұл дедім. И одан кейін бар, енді ол мен үйіме, короче, комнаталар қосып бер, сосын сол, короче. Ағай, кіруге рұқсат па? Ё-моё, кіруге рұқсат па? Кіре бер. Так, балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы мөлшер. Мысалға, біз тамақты өз мөлшеріне көп жеп қоямыз, дұрыс па? Иә, дұрыс. Сабақ орындадым ба сен? Тыныш отыршы. Жарайды. Алихан. Не oldu? Сабақ орындадым ба? Жоқ, мен сені соғып тұрмын. Қой берші. Мен сені бақылап тұрмын ғой. Тыныш отырыңдар. Бот. Бүгінгі күнді жазыңдар. Бүгін неше? Похуй. 24 дей саламыз. 24-ті 05-і 23-ші жыл. Так, сабағымыздың тақырыбы. Сынып жұмысы деп жазыңдар ма айтпақшы? Сынып жұмысы жазамыз ғой айтпақшы. Так, сынып жұмысы. Жаңа мөлшер деді. Мөлшер. Балалар, сіздер жеті сабақ оқымаған сияқтысыздар ғой, еще жабыр жауып кетті, давай үйлеріңе қайта беріңдер. Үй жұмысына мен сендерге так. Бір қосыл бір деп жазып қоя салыңдар, болсын шығарып кесеңдер. Бір қосылған бір. Тең қаяқта еді. Тең дейміз да. Болды, үй жұмысына осы. Сау болыңдар, балалар, қайта беріңдер. Сау болыңыз, ағай. Әкеле мен тамағымды. Ё-моё. Бақсын жол болмын. Ё-моё, неге аналар шықты? Похуй. Так, маған бәрі ол. Қазір садақпен атады. Атты. Мен тамамымды ақ қойды ғой, шек басана. Не қасақ қосын.
Men buni var емес па? Не салып қойсам. Мынау менің гардеробымда тұратын анау не еді? Бүгінгі күн нормально болды, бірақ ана мен тамамдап болған жаман болыпты, бірақ все исправишься. Мен пока что ұйықтап алайыншы. Айтпақшы ағай бірге есептің мәні 2 ғой. Ауызша айтып бере салды. Ұйықтайыншы, ё-моё. Ай? Ё-моё. Ё-моё. Ладно, айтпақшы бұтыларды өткізу керек. Сосын үйде біреу көшіп келгенде ғой. Тек қана монстрлар ғой, мейірім кетті бар ғой. Мынада. Төбеге 3-ші этажға қоямын. Төбеге қоямыз. Меніңше бұны қоямын. Ой, шошуем күтті ма? Так. Біздің қарнымыз ашпады. Так, ана бутылка өткізген десем, зомби дегендер жүр. Садағатын недер жүрсіз келеді. Әне. Мен көрдім. Айналшықта жүр ғой мен. Айтпақшы менде садақ бар емес. Өкінішті орай жоқ екен. Осы бутылкалар өткізіп тағы ақша табайыншы. Так, ана өрмекші мені көрмей тұр. Пойди ол өрмекшіге өзің теспесең теспейді. Кеттім, онда бутылка жинейші. Бесеу, 6, 7, 8, 9, 10. Мен басқа адамдар сияқты бай болыппын. Үлкен үйлерде тұрғым келеді. Ал ол үшін мен жұмыс істеп, сөйтіп ақша табу керек. 20 жинайын. Сосын бір қалаға көшсем ба деп жатырмын. Сол қалада кафеден ба бір нәрседен жұмыс істеп там. Қаладан негізі үй алып қойсам нормально да, бірақ о жақта 64 алмазға, яғни бір стаққа үйлер келе ме екен, сосын бір 20 ма 30 ба стак тиынға. Ну, короче, мен о жақтан квартира жалдап бар емес па? Бір не істеу керекпін. Квартира жалдап, сол жақта тұру керек маған қалада. А то ауылда тұрып шашып кеттім, ауылдың жұмыстарын істеп. Бутылка жинайсың. Бірақ о жақта да бутылка жинайтын шығарсың. Түсілмей кетті. Сәлем, житель. Мен саған бутылка өткізуге келдім. 30 бутылка. Бір стак емес, енді 30 бутылка. Аға, ішіне сала бір, сосын мен саған салып берем, давай ба? Болды, мен саған сал қойдым, енді ақшамды ала берем. Ақсаш. Бот. Так. 30. 29.
30. Ана жақта 4 не қалып қалды? 4 тиын. Вот, аласаш, керек емес па? Болды онда. Бүгіндікке 34 тиын таптық. Давай онда. Давай, бір краш тест. Так, мен бүгіндікке 34 тиын таптым. Нормально пойдет. Так, мен тиындарым жаққа салам. И мен, короче, дейтін өзім неге жинап жүрмін енді. О, 64 болуш. Бой. Так, енді мен ана жақтағы жұмысыма барып, жұмыс істеп қайтайын. Житель, мен жұмыс істей берем. Я, істей бер. Жалғызай. Неге ана жасыл бір бәле мен ақылым қалмайды? Бұл жұмыс. Спину суға. Так, қазір мен бұған 64 стак береді қайдашым. 64 стак алмаз десе. Негізі нормально 64 стак алмаз, бірақ байги бар емес па болған ше. Так, бұған бар емес па байги. Судың салқынмай. Короче, 64 алмаз беретін шығар, 64 бір стак алмаз береді. Не дегенмен мен бастығым нормально да? Нормально адам мен бастығым. Так. Осы бірден жақсы кететін алам бар ғой. Еще артығымен қалып қалады, ё-моё. Логично, да? Бана біреулері енді өсіп жатыр екен, мен сонда да аламыз. Еба, судың салқынмай. Еба. Су салқын ғой ма? Aldım. Так. Все, 14. Так. Бізде уже 28 не бар. Неге қандай нәрсін? Мен аналарды алдайым. Мен яқтамын, келдері. Келдер. Кел. Ё-моё. Ай, мен ақ шықпай қалдым. Өзіме сол керек. Саған сол керек мал. Пайдеме осылай тұзақ құрғанларын бәрін түсіріп тастасам нормально. Не болды? Маған атқан еді алдында. Несесең маған өздерінің еткен нелерімді алды. Несе бер деп ше. Сол үшін мен 64 стак алмазды. Давайнан бәрін тонып кетейін ба? Адам жоқ қой. Давай бір күн мынандай алайық. Шынай екеуін алайық. Мен ұлы жасау дейтін. Ол маған айтқан, мен жоқты қанша асанды ала бер деп. Или бәрін алып кетейін ба? Менде идея бар. Мен осын бәрін алып, бір 5 па, или... Короче, бір не істеймін да? Короче... Так, бір стак алмазға мен солай істеймін. Бір стак алмаз бар емес па, соған не істеймін да? И одан кейін барып,
бір стак алмазға мен кафема бір нәрсе істейін. Кафема бір нәрсе сатып алайын қаладан. И сосын барып, мен бір 2 стак алмазға ма, әлі 3 стак алмазға мен бір үйма, квартирама сатып алам. И одан кейін барып, қалған ақшасын бәріне мен оны жинаймын, сосын барып, короче, сондай бизнеспен айналысып кетейін ба? Той мен қазір онда несіндегі барлық нелерді алайын. Алмазды золотой мен текіне бәрін аламыз. Мен ұрлық жасап жатқан жоқпын, ол маған. Мен по-любому осы ақшалардың бәрін алам, окей? Ана үйкен мен жұмыс істеп жатырмын, соны кейін бәрін алам ақшаның. По-любому бұл ақшалардың бәрі менің қолыма түсеткен. Надан да бір-екі болып кетті. Так, по-любому бұл маған түсет. Мен асамны осындай балта дегендерді алу керекпін. Енді мен өзімнің бизнесімді бастаймын. Жоқ қоям. Менде айтпақ маяқта бір не бар еді ғой, скрытыны жер. Так. Ё-моё, қазір. И маған қазір мынаяқтан. Маған қазір мынау керек болды. Жоқ. Или мынаны алайын ба? Осыны алайын. Чё неге алынбай жатыр? Біреу тастау керек қой. Так, онда мынаны тастаймыз да. Қазір оны алам. И қазір енді мен бизнес бастаймын болды. Бірінші алмаздар бәрін өткізейін. Так, өткіземіз. Сосын барып, мен бұл алмаздарға бизнес бастаймын. Бизнес бастап, солай байымыз. Енді жалпы деген бизнес нормально ғой, бірақ енді маған ол үшін... мен шығамай қалдым ба не? Ё-моё, главное, мен жерін ешкім көріп қалмаса болды. Той не деген адам ма? Енді топор барлығын ұстаймыз. Сендермен болған мен Хартсензеке Задбро. Видеоны лайк бас, комментарий жазып, подписаться етіңдер. Обязательно колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Сендермен болған мен Хартсензеке Задбро. Давай сендер.